Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы каналда мен сіздерге зейнетақы және зейнетақы жүйесі жайлы қарапайым тілмен түсіндіріп отырамын. Сонымен қатар мен зейнетақы бойынша консультациялар беремін. Осы видеода мен сіздерге зейнетақы рәсімдеудегі 5 негізгі қателік жайлы айтып берейін. Бірінші қателік ол құжаттарды реттемей тура сол күйінде өткізе салу. Яғни сіздер егер құжаттарыңызды реттемей дұрыстығын тексермеген жағдайда сіздердің зейнетақы мөлшерлерін сіз қаламағандай мөлшерде шығады. Сол себепті зейнетке шығатын алдында соңынан құжаттардың тізімін алып, сол бойынша реттеп, оның дұрыстығына көз жеткізуіңіз қажет. Екінші қателік ол еңбек кітапшасындағы мағлұматтардың дұрыстығын тексермеу. Сонымен қатар диплом, жаңағы балдардың